адамгершілігім жібермейді, мен 10 мыңды да алуға ұяламын, өзімнің еңбегім бола тұрса да. Ол ақшаны еще қанша адамды бақытты болуға жұмсаймын, қаншама тума-туысым дәрі-дәрмегін сатып алып бердім. Дұрыс па, Әлия? Қаншама адамға үйге қонаққа дастархан жайып, қаншама тойларын адамдарын көтеріп, мысалы, шын ниетпен ғой бізде бәрі. Сондықтан халыққа айтамын, босқа әуре болмаңыздар. Менің адал жүрегім бәрібір деді алып шығады, ондай жүректер миллион адамда бір кездеседі. Несі қасиетті Рамазан айында мен көргенмін, жүзін нұрланып кеткен екен деді. Бірақ сонда айтты, қатты түркі заманда мен осындай адал арыммен жүргенім үшін жүрегім таптаза жүрегімен Аллахтың маған наградасы екен. Пайғамбарымыз Солиха саламның маған келіп рухы амандасқан екен, сонда мен оны білген жоқпын. Сол әлі есімде, қасиетті Рамазан айында. Сол кезде майра болды, кім Айткүл болды, бірақ солардың бәрі жақсы болып кетті. Менің қасымда отыр Баталт, оң жағымда Айткүл. Айткүлдің да тілегін бір жолдасы намаз оқып кетті ғой, 100 грамм ішкен жерден. Фатима, машалла. Ана майрамда күшті болып кеткенше батасын берді. 5 баласымен Түркия еліне барғанда жақсы азаматқа жолы бағашылық. Аллаға шүкір, ешқашан мен сонда қайынсіңіме міндет қылмадым. Кеше үйіне барғанда оның балаларына берген тәрбиесі мен адамгершілігіне риза болып, кеткенше батамды беріп, қолымнан келген ақшамды бала шағасына тастап кеттім. Мен ешқашан біреудің үйінен тегін тамақты жемейтін адаммын. Ол ұят нәрсе. Құр үйге қуыс баруға болмайды, құр үйден қуыс адамды шығаруға болмайды. Мен өзім қазақтың ұлттық бүкіл дәстүрін ұстанам. Ол тектіліктің белгісі, достар. Текті адам сондай болады. Қай сенің қызымда? Көздер толы шықтадым, батанды алып. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірге бата алыңдар. Бисмиллахиррахманиррахим. Әуел Алла. Киелі Маңғыстауда бір бекет Пештамақта ересет Аудияназар ал сынықшы бір тай өз отбасынан шыққан әруақтар қолдап денсаулық бер, ұзақ өмір сүр. Несібең мол болсын, жолың ашылсын. Бірге бата алайық. Бейбарыс балам бақытты болсын, бұдам. Енді ақылы екеуі бақытты болсын. Біздің қасымызда болмаса да, ана солай ғой. Мен мысалы сондай анам қайда жүрсе аман жүрсін, бақытты болсын деп тілеймін. Ол ешқандай талап қоймай мен балама. Мені сыйла, мен аяғым сүйсін, құйрығым сүйсін деп ондай жоқ бізде. Аумин. Ондай ана ол ең қатты аналар жасайды. Ана деген ешқашан олай жасамайды. Менің қолымды сүйсін, құйрығымды сүйсін деп айтпаймын. Ақылай қай кезде келсе есік ашық, қора-қора мал, үй, бәрі сол Ердоған үшеуінікі ғой. Ешқашан малымды санап та көрмедім. Мынау менікі, мынау сенікі. Перизатты да үйтіп кінәлай беруге болмайды. Қызымның адалдығына басымды ием. Қыз бала болып үйге келіп, мына кастрюль менікі, қой түйе папа менікі деп айтпады. Ұят болады, ұят болады. Ол баланың да ниетінен қорқамын. Сондықтан адамның ниетімен өмір сүріңдер. Перизат ешқашан ол тілекші ғой. Ол қайғысын бөлісуге ғана келді. Менің қызым ешқашан ақылай өйтіп қателеспе ботам. Келе бер, есік ашық. Осы мал бәрі бейбарыстық ғой, жалғыз ұлымдікі. Менің перизатым ешқашан олай істемейді. Астындағы машинасында беріп қойды. Ниетінен қорық қайнапаң, ұят болады. Перизатты өйтіп кінәламаңдар, ұят болады. Оның көрген қиындығын ешкім көрген жоқ. 3 жыл жүріп күйеуін әлі күтіп жүр ол. Әйел адам оңай емес, тағдыр ғой. А сенің деген қандай қолдап жатыр күйеуің. Ондай күйеуіңді ренжітуге болмайды. Оның күйеуі деген күшті ғой, сенің күйеуің кеше қандай ізіңде бүгін күн ұзаққа жұмысыңнан күтіп отыр. Азаматты жылату болмайды. Ер азаматты ешқашан жылату болмайды. Өзіңізге қиын болар. Мен сені жақсы көрем, ол баламды. Шындық деген осы болады. Ешкімнің сөзіне тыңдама, әке-шешең сыйла, құрметте. Бізге ренжісең алып кете бер, қасына мамаңның. Ол да анасы ғой, жаманшылық ойламайды, бейбарыстық мен білем. Ол күйеу баласы жаман болса, оны жақсы көрмейді ғой. Өлімге дейін апарып жатыр ғой. Жақсылығы да бар шығар. Ала бер. Біз баланы өйтіп қызғанбаймыз. Пикоштың қолына барып тұрармыз, ештеңе етпейді. Перизаттың енді қалған өмірімде мен перизатты ренжіте алмаймын. Ұят болады. Оның жақсылығын көріп тұрып, қызым саған айтам, келім сен тыңда деп көп жақтастым.
енді ренжіме жақтаса алмаймын, ол менің балам ғой. Перизатты қатты қолдаймын, батамды бердім. Оның ниетінен қорқамын, Бекоштың ниетінен қорқамын мен. Ол ешқашан ана гипермаркетке барып та сендердің ақшаларыңа қызыққан жоқ. Шын ниетімен бауырмашылдығын көрсетті. Ол үлкен Қазақстан халқына үлгі болу керек. Ол ондай апалар өте саусақпен санарлықтай шын ниетімен бүпесін тастап, арқалап келіп, анандай қылып жасау. Ақылай, бәрін көзіңді ақылды көзбен қарап отам. Әдемі көзіңмен бүйтіп қара. Өміріңнің көп жүрген жолдарын бәрін қарап шығып. Қиын жерлері болуы мүмкін, енді болады ғой, болмас. Бірақ 90% жақсылықты көріп тұрсың. Ешкімнің сөзіне ерме. Бәрі деген жақсылықтың белгісі ол. Мүмкін сен сондай бақытқа лайықты болған шығарсың. Мен ештеңе айта алмаймын, бірақ көп бақытты көру керек. Перизаттың ниеті ұят болады. Үйіне барғанда өзінің жататын спальнийін босатып тұрып, келген қонақты аяғынан тік тұрып қарсы алады. Мен қорқам Перизаттың ниетінен, ұят болады. Қызым ғой. Папасына айттым, Перизаттың шағынарағына барып отырайық, балалардың өміріне кедергі жасамайық, еркін өмір сүрсін. Қандай бақытқа да лайықты біздің бейбарыс жалғыз баламыз. Қалай көңілдері, қалай солай өмір сүруге рұқсатымызды беріп жатыр. Я Құдай қаласа Бекош 10-шы билет алып қойды, кетеді, сіңлісін алып өзі оқытады, бауырын қасына алып. Ешқандай кедергі. Сондықтан жақсы өмір сүріңіздер. Әрбір адам дүниеге бақытты болу үшін келді. Ешкім бақытсыз болу үшін келген жоқ. Бәріңізге де бақыт тілеймін, бірақ кейде қатты налып айту мүмкін. Сол жақсылықтарды көрмеген кезде атақ жүрегімде барлық адамға тек жақсылық деймін. Потому что ол просто осындай ашкөзді, қанағатсыз артыққа салынса кейде күйінем. Бірақ түзелуге уақыттарыңыз бар ғой. Бұл уақытша өмір. Ондай нәрсе жасауға болмайды, достар. Адал, жақсы болыңыздар. Ұят болады. Мен шындық осы дағы шындық осы өзіңіз енді жүрегіңізбен қарап шығуыңызға болады ғой. Үйде өмір сүрдің 7 жыл. Жоқ, Бекош осы тұрғанда да ол балына не керек? Құдай балаларыма жақсы тәрбие берген, халық өте қуанып отыр мен. Бейбарыстың да иіліп қайын жұртының алдына бару, ол тәкаппарлық емес, үлкен азаматтық ол. Келіншегіне, баласына деген құрметі ол. Бүгін күн ұзаққа жұмысында соның қасында отырып, мен ренжімеймін, бірақ балам, ол үлкен адамгершілікті бойларына сіңірген екен, рахмет. Балаларым, рахмет айтамын. Просто өмірде сынақ болады ғой, жақсы адамдарға сынақ береді Аллахтан. Әйтпесе ондай қиын ұят болмасын. Шындық осы. Өзің де кішкентай Аллахтан мүмкін ажырасқанның қандай болатынын түсінсін деген шығар. Солай қабылда. Ешқандай бүлініп кеткен ештеңе жоқ. Ол әке шешеңізге де ренішім жоқ. Құдай қосқан адамдарым, Құдай қосқан. Мен оны құдама бір ауыз тіл тигізген жоқ. Міне Құдай тұр ғой, жанат құдамды өзім өле-өлгенше сыйлап өтем. Бірақ ол Құдағай ол ана ғой, мен әйел адам ештеңе айтпаймын. Бірақ бір ауыз міне халық көргенше мен жанат құдама ештеңе айта алмаймын. Өйткені ол ел азамат, мен оны өмірде де сыйлап өтем. Ол шындықты мен жақсы көретін кісі. Бірақ әйел менің де жолдасымса кіріскен жоқ. Потому что ер кісілер әйелдің шаруасына кіріспейді. Артын күтіп отқан шығар, ашулар басылсын деген шығар. Менің де күйеуімді не болса соны жаздым. Бірақ менің күйеуім ол бір-ақ рет шешім қабылдайтын кісі болғасын күтті ол. Ол шешімі өзінің баласын қосылғанды қалады. Біз де соның шешіміне келістік. Мен жолдасым өзі айтпай, мен еш нәрсе жасай алмаймын. Ол мысалы қызының қолына барам деді, өзі айтты, мен қызымның қолына барайын, бейбарыспен ақылай өздерінше өмір сүрсін. Міне, мен жолдасым шешім бүгін қабылдады. Мен күйеуімсіз ешқандай шешім жоқ. Сондықтан жолдасым ол балажан кісі, өте қатты балажан. Оның бір жақсы, өте мықты қасиеті, өте балажан, баланың алдына жауапкершілігі өте мықты кісі. Сол жеріне мен ризамын. Сол бүкіл халыққа ескертіп қояйын. Енді шындық осы да, мені кінәлайсыңдар ма, соттайсыңдар ма, өздеріңіз біл, мен оған қарсылығым жоқ. Бірақ тиктоктағы тәртіпке шақыруға 2 қолымды да көтеріп қолдаймын. Потому что ол мен айтсам осындай елге тәрбиелік мәнді айтам. Мына тиктокта небір жүгенсіз кеткендер бар. Ол жағынан тәртіпке салуға мен үкіметке ешқандай ренішім жоқ. Сразу ескертіп қояйын. Бірақ шындық айтыңдар. Шындық болса,
онда керек дұрыс анандай бетімен кеткендер тәртіпке салу, бұзылған әңгіме айтады, неше түрлі боғауыз сөздер айтады, үсті басын жалаңаштайды. Ондай кісілерге тәртіп болу керек 100%. Аумин. Тұра қоямын. Келесі. Қыздар, дайын жер, анау мынау деген сөздерді айтпаңыздар. Дүние деген адамгершіліктен, сүйікті адамдарынан артық емес. Көп сондай әңгімелерде де көп айтқанды мен ұната бермеймін. Мына жерде отыр ғой небір адамдар дүние қоңызданып. Дүние бәрі баланың жолында, ол немес, баланың жолына салған заттар. Дүние қоңыздануына қажет жоқ. Әліміз келгенше мына 30-да орда бұзасыз, 40-та қамал аласыз. Мен жасымға 50-ге келді. Мен енді әрі қарай дүние жинаймын деп айта алмаймын. Шүкір, өзімнің еңбегімді жаймен тауып қойдым. Одан артық енді қатты байлығым жоқ. Өзімнің ортамның арасында әйтеуір біреуден ілгері, бір орташамын. Бірақ мен оны бала шағам үшін жинадым. Енді қалған нәрсе бейбарыстікі. Бұйырғаны болады. Әкенің байлығы, ананың байлығы, бірақ балаға байлық болмайды. Осы берген несібе ол Алладан көмек оларға. Енді әрі қарай өздерінің нанын табу керек. Қатты бай болмас, ел қатарлы болар. Әйтеуір малы бар, 5-6 несі, үйі бар, бастанда кредитка әрқайсында. Бауырларымызға да бердік. Ешкімді тонаған жоқпын, босқа айтпай-ақ қой. Неше түрлі әңгіме айтасыңдар ғой, түнгі 1-2-ге дейін міне қолым мына қолыма талып қалды. Күн ұзақ адам қарап жатырмын, жол жүріп беріп, күн ұзақ адам қарап жатырмын. Тамақты осы жерде апыл-ғұпыл жеп, дәрет қысқанда шығып. Сол еңбектің нәтижесі ол оңай емес, ол адамға қатты мен ұйықтамаймын. Бірақ соны көрдің бе, Алла тағала береке берсе, қарамайды екен, бірақ естеріңде болсын. Қанша кісіні бақытты болуға кетіп жатыр осы ақша. Қанша кісіні қуанышына, күлуіне, денсаулығына. Алла тағала сол үшін ғой мен айтатыным. Әрбір істе, кәсіпте береке болу керек. Қатты мейірімді болу керек қой адам. Көрдім, үкіметте отырғандар, сіздердің де құлақтарыңызға алтын сырға қызғана беріп істейсің. Дүние деген әкім болу, министр болу, президент болу, ол да бір Алланың маңдайға берген тағдырының жақсы жағы. Арттарыңда жақсы сөз із қалдырып кет. Бәрі уақытша қонайыптан қалған президенттің жұмыстары ғой бұның бәрі. Түсінген шығарсыздар енді. Тем более қазір табиғи апаттар біздің Қазақстанды қолдап тұр. Мен былтыр айтқанмын сіздердің жаңа жылда. Біздің Қазақстан көп табиғи апаттан аман боламыз. Кеше жер сілкініп жатыр. Ертең 12-сі күні бүкіл аспан әлемінде өзгеріс болады. Ол өзгерісті неге жоғарын білмейсіздер ме? Ақ пен қара ауысады. Как раз менің сотым сол күні болады. Ақ пен қара, еген көресің, ақ жеңеді, бәрібір мен жеңем көресің. Потому что ақ пен қара айқасатын күн ертең. Ертең уже бүкіл әлем өзгереді, әлем. Бүкіл почти жақсара бастайды, соғыстар біте бастайды. Қазақстанның жағдайы жақсарады. Жақсы адамдардың наны көтеріледі. Жақсы адамдардың аты озады. Сондай әлемге көшеміз. Негізі естеріңіз болсын. Үлкен жақсы әлем келеді. Бірақ табиғи апаттар өте көп болады. Сол байқаңдар. Ертең әйтеуір ертеңгі сот дұрыс шешім шығармаса, ренжімеңіз, мен бір-ақ рет айтамын. Онда Қазақстанда үлкен бір катастрофа ма сондай болады дейді. Мен шыраз айтамын өзім. Көп айта бермеймін қорқытып. Бірақ мен Алланың кісімін. Мен ескертіп қойын тыңдап отырсың ғой бәрін құлақтарыңыз. Ертеңгі соттарыңызды сақ болыңыздар. Тап ертеңгі соттарыңызды. Өйткені менің артымда бүкіл Қазақстанның әруағы тұрады. Сен әруақпен жын шайтандардың айқасы ол. Сол жерде шешіледі мәселелер. Қазақстанның жақсы өмірі керек болса, мен жеңуім керек. Ал егер мен жеңілетін болсам, онда Қазақстанда ешқашан жақсылық болмайды. Аллах деп айтайын, оны бір-ақ рет айтамын. Потому что жын шайтандардың айқасы мен ақ пен қараның айқасы ертең. Потому что ол кісілердің көбінде жын шайтан басым. Олардың өмірде жасаған іс-әрекеттерінің бәрі жын шайтан, мыстандардың әрекеті. Ешқандай жақсы нәрсе жоқ ол жерде. Өздері оны біліп үзелу керек олар. Өздерінің пенде екені есіне түсу керек. Сондықтан байқап соттарың шешімдеріңді байқап шығара қойыңдар. Қорқытып айтқан жоқпын. О дүниенің бар екенін ескертіп айтып жатырмын сіздерге. Мен тегін кісі емеспін, оны өзім білемін. Көп нәрсені мен әдейі жасамаймын.
тәубесіне өзі келтіреді әруақтар. Көзді ашып жұмғанша еще. Анау мынау емес, көзді ашып жұмғанша. Аузыма ие болып сөйлемеймін, 100% шындық. Мен барлық айтқан әңгімелерім қаңтар оқиғасы керек па, коронавирустың оқиғасы бәрі де ютубта тұр ғой, қараңдар. Қарай беріңіздер, шындық осы. Бүкіл Қазақстанды аралап, бұндай кез келген адам жүргізе бермейді. Жата қойыңыз, жата қойыңыз.